Сәлем достар, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Бүгін сіздермен ұйғыр самсасымен бөлісетін боламын. Песочный, слоеный тесто болып шығады, яғни қатпарлы тесто болып шығады. Дәмі ерекше, әдемі, бір істегеннен тоқтамай жей бергіңіз келеді. Осы рецептпен істесеңіздер өкінбейсіздер. Ең алдымен 100 грамм сметанамызды алып, оның үстіне бір қасық тұзымызды салып, 2 жұмыртқамызды салып, әбден араластырып аламыз. Сметанамызды дайын болды. Енді електен өткізген ұнымызды, 500 грамм ұнымызды бөлме температурасына тұрған 200 грамм майға алып, үгілмелі қылып үгітеміз маймен ұнды. Оның үстіне бағанағы сметанамызды салып, қамыр болғанша илейміз. Мен осылай ыдысқа ыңғайсыз болғаннан кейін өйстіп дастархан үстіне илеп алдым. Маған дастархан үсті ыңғайлы. Өйстіп илесеңіздер де болады, болмаса ыдысыңызға илеп алсаңыздар да болады. Қамырымызды өйстіп илеп болған соң холодильникке салып қоямыз, салфанға салып, жарты сағатқа. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына пияз, фарш, тұз, бұрыш қостым мен. Сіздер қалауларыңыз бойынша специяларды қоссаңыздар болады. Өйстіп пиязды 4 бұрышты қылып турап алдым да, барлығын қосып, осылай қолдың көмегімен араластырдым. Сіздер қол ыңғайсыз болса, сіздер қасықтың көмегімен қолдансаңыздар болады. Міне мен салмам уже дайын. Бағана қамырым да дайын болды. Осыны екіге бөліп, біреуін жайып аламыз, біреуін тоңазытқыш салып қоямыз. Осылай оқтаудың көмегімен жұқа болғанша ұнды сеуіп жайып шығамыз. Ұнымыз кеткенше осылай жайып аламыз. Біреуін жайып болып, екіншісін жинап осылай қойып қоямыз бір шетіне, сосын екінші жаймамызды алып, оны да жайып аламыз. Оны жайып болған соң ортасына жағатын майларын дайындаймыз. 75 грамм сары май, 75 грамм тоң май қолданып, осылай ыстық аластарды бетіне, қамырдың бетіне жағып шығамыз. Ыстық күйіне жақсаңыздар, ішіне тоң май болғаннан кейін ол тез қатып қалуы мүмкін. Тестамызда холодильникте тұрғаннан кейін, салқын болып тұрғаннан кейін менде тез қатып қалып отыр. Бірақ тоңмай қоспай қойсаңыздар да болады. Бірақ тоңмайдың дәмі шықпайды қоссаңыздар да. Осылай біреуіне жағып болған соң екінші қамырымызды да осылай бірінің үстіне бірін қойып, екінші қамырдың үстіне де бағана майымызды жағып шығамыз. Осылай екіншісіне де жағып, бүткіл жеріне жеткізіп, жағып шығамыз. Енді осыны басынан бастап орап шығамыз. Осылай орап болғаннан кейін, мен жан-жағын шетін бәрін қысып, домалақтап алдым. Ауа кіріп кетпеу керек. Осыны 3 сағатқа холодильникке салып қоюымыз керек. Қамырымыз дайын болғаннан кейін, осындай бөлшектерге бөліп, салмасын салып, істесеңіздер болады. Мен бір листі шығатындай қылып не қылып алдым, қалғанын тоңазытқышыма қоя тұрдым.
осылай оқтаудың көмегімен, ұнның көмегімен жайып шықтым. Қатты ұнды көп қолданбасаңыздар болады. Салмамды салып, осылай орап шықтым. Басын қысып алдым да, сосын осылай басынан бастап бүйралап шығамыз. Осындай форма шығу үшін. Осылай бүйралаймыз. Міне осындай болып шықты. Дайын болғаннан кейін 180 градус қосылып тұрған пешке салып 25 минуттай пісіріп аламыз. Тез әрі жылдам болып піседі. Осындай қызыл сарғыш болып піседі. Дәмі ерекше әдемі болып шығады. Қатпарлы, песочный дәм шығады. Осы рецептпен істесеңіздер, басқа самсаны жегіңіз келмей қалады. Міндетті түрде осы рецептпен істеп көріңіздер. Қолдауларыңызға көп рахмет. Менің каналымда әлі тағы да рецепттер болады. Менің каналымды тіркелуді ұмытпаңыздар.